Қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 6 сыныпқа арналған 4 тоқсан бойынша ағылшын тілі пәнінен тжб 90 бойынша жиынтық бақылау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Жалпы summative assessment for the term 4. Өздеріңіз білетіндей, тжб тапсырмасы 4 бөлімді құрайды: listening, writing, speaking, reading. Алғашқы тапсырма бізде listening тапсырмасы. Task: listen to the talk twice and transcript for listening task can be found after the mark scheme. Сізге төменде 3 сөйлем берілген. Осы 3 сөйлемнің true немесе false екендігін ажыратып жазу керексіздер. Бірінші тапсырма Andres. Жалпы бұл listening тапсырмасы, яғни сіздер тыңдағаннан жасау қажетсіздер. Қазір мен сіздерге жауабын ауызша оқитын боламын. Andres and Maria go to their neighbor's house because they want to invite her to the party. Біріншісі true. Екіншісі Andres and Maria tell their neighbor that they are Sanchez family. Екіншісі false. Үшіншісі Betty shares some spare crockery with Andres and Maria. Үшіншісі true. Келесі осы listening бойынша тапсырма ол төменде берілген бос ұяшықты жалғастыру, яғни толтыру. Fill in the gaps, write no more than one word or a number for each answer. Төртінші тапсырма, яғни төртінші сұрақтың жауабы. The party is at the Fernandez's new house. Дұрыс жауап house, яғни house деп жазуларыңыз қажет. Бесіншісі The party is on the Saturday and it starts at 3 o'clock. Дұрыс жауап 3. Ровно 3-те басталады деп айтып тұр. Осымен бізде listening тапсырмасы аяқталады. Listening тапсырмасына 5 балл беріледі. Келесі тапсырма бізде reading тапсырмасы. Reading тапсырмасында сіздер мәтінді оқып, төменде берген диалогты оқып, төмендегі вариант тапсырмаларын жазып берулеріңіз қажет. Мәтінді оқып, уақыт созбай-ақ қояйын. Жалпы мәтін means of transportation dialogue. Осы диалогтардың аудармасы туралы айтылады. Мәтінді өздеріңіз мұқият оқып аласыздар деген үміттемін. Ал төмендегі тапсырмаларды орындап бастайық. 1. Bob wants to go to Ansonia. Дұрыс жауап B болады. Ansonia. Екіншісі The train leaves at 8 p.m. Дұрыс жауап C болады. At 8 p.m. Үшіншісі The fastest means of transportation is C. Taxi. Жалпы осы reading тапсырмасы бойынша төменде тағы 2 сұраққа жауап беру қажетсіздер. Answer the questions, write no more than 3 words or a number for each answer. Төменде берілген әрбір сұраққа, 2 сұраққа жауап берулеріңіз қажет. 4. In Mark's opinion, which means of transportation is the cheapest? It's subway. Дұрыс жауап subway. 5. How long will it take Bob to talk? 25 minutes. Дұрыс жауабы 25 minutes. Жалпы осы reading тапсырмасына 5 балл беріледі. Келесі тапсырма бізде writing тапсырмасы. Writing тапсырмасында сіздерге 2 тақырып беріледі. Сол 2 тақырып бойынша жазылым тапсырмасын орындауларыңыз қажет. Ал тапсырманы оқиық. Choose one of the topics below, express your opinion on topic, connect your ideas into paragraph, use present simple forms, use correct form of modal verbs, use appropriate punctuation. Сіздер төменде берілген тақырыптың бірін таңдап, тақырыпты ашып жазуларыңыз қажет. Және жазым барысында идеяларыңызды параграф бойынша толық жеткізіп, present simple грамматикасын қолдануларыңыз қажет. 2 тақырып берілген. Бірінші тақырып бізде Topic 1, our neighborhood, біздің көршіміз туралы айтылады, яғни аудан. Write about the places you like in your neighborhood. Өзің тұратын аудандағы өзіңе ұнайтын орын туралы жазуларыңыз қажет. Write what you can do there and explain why you like these places. Сен ол орында не істей аласың және ол орындар саған неліктен ұнайды, сол бойынша
толықтай жазуларыңыз қажет. Және why your friends should visit this place one day. Және сіз ол орындарды достарыңызбен неліктен барар едіңіз, сол туралы жазуыңыз қажет. Ал екінші тапсырма ол тақырып. Ол бізде транспорт туралы. Транспорт. Write what people can change to make transport system better in place where you live. Жаз. Өзің тұратын ауданда адамдар транспорт системасын қалай жақсарта алады? Және explain қалай, неліктен оның қалай жақсартатынын. Write why people need these changes. Неліктен адамдар осы өзгерістерге мұқтаж екендігін жазуларыңыз қажет. Мен бірінші тақырыпты таңдадым. Бірінші тақырып жалпы жеңіл, әдемі тақырып. Бірінші тақырыпқа жауап. My favorite place in my neighborhood is the park. Because I feel refreshed there and I go there to relax. And after school, I always try to go to the park with my friends. In the park, I can read in peace, and I will come back with new ideas. Бұл бізде writing тапсырмасының дұрыс жауабы. Writing тапсырмасына жалпы балл тағы 6 балл беріледі. Келесі тапсырма бізде speaking тапсырмасы. Келесі тапсырма бізде speaking тапсырмасы. Speaking тапсырмасында өздеріңіз білетіндей карточкалар беріледі. Сол карточкаларға жауап берулеріңіз қажет. Міне, жалпы сіздерге 8 карточка берілген. Осы 8 картаның біреуі түсуі мүмкін. Сол себепті қазір мен әрбір картаны талдап берем. Барлығын тыңдап алыңыздар. Жалпы мен бірінші картаға ғана жауап жаздым. Card 1. Talk about the topic our neighborhood. The following questions will help you to organize your talk. Сіздер төменде берілген сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Әрбір картада берілген сұрақтарға. Бірінші карта ол бізде өзің тұратын аудан, мекен туралы. Бірінші сұрақ. Do you like living in your neighborhood? Өзің тұратын ауданда өмір сүргенді ұнатасың ба? What are the advantages and disadvantages of your neighborhood? Сен тұратын мекеннің, ауданның артықшылықтары мен кемшіліктері туралы жазуларыңыз қажет. Үшінші сұрақ. What would you change about your neighborhood? Сен өзің тұратын мекен туралы не өзгертесің? Төртінші сұрақ. What types of services are popular near to you? Сенің тұратын аумағыңа жақын қандай сервистер бар? Бесінші сұрақ. How far are you from the city center? Сен қала орталығынан қаншалықты алыста тұрасың? Ал ендеше осы бірінші карточкаға жауап берейік. Міне мен жауаптарды толықтай жазып қойдым. Оқып берейін. I like my neighborhood. My neighborhood has many advantages. For example, there are beautiful parks, high-rise buildings, restaurants serving delicious food. But there is one drawback. It is the pollution of the neighborhood. I like everything in my neighborhood. I wouldn't change anything. I live 10 kilometers from the city. Оқушылар, мына жерде әріптен қате кеткен екен. It is a pollution of болады. F әріпі жазылады. Of the neighborhood. Осымен бізде бірінші карточкаға жауап беру аяқталды. Бұл бізде speaking тапсырмасының дұрыс жауаптары. Осы speaking тапсырмасының дұрыс жауабын әдемілеп, естеріңізде сақтап айтып беретін болсаңыздар, сіздерге 6 балл максимум беретін болады. Келесі карточкаларға бір шолу жасап кетейік. Бұл бізде екінші карточка. Екінші карточкада да our neighborhood туралы сұрақтарды қарап алыңыздар. Келесі карточка бізде тоже our neighborhood туралы қарап алыңыздар сұрақтарын. Жалпы оқушылар, сіздер бұл сұрақтарды алып, қолданып, дайындалып барсаңыздар болады. Міне төртінші карточка. Бесінші карточка. Уже бесінші карточка бізде транспорт туралы, я. Алтыншы карточка транспорт туралы. Жетінші карточка транспорт туралы. Және 8-ші карточка, соңғы карточкада транспорт туралы екен. Мен жазып берген жауапты да жазып, жаттап барсаңыздар да, немесе сол жерде жазып берсеңіздер де өте пайдалы, өйткені бұның барлығы максимум балға жазылған тапсырмалар.
Жалпы осы спикинг тапсырмасына total 6 балл беріледі. Жалпы ТЖБ тапсырмасы 22 баллды құрайды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын, пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, арнама тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі ТЖБ тапсырмасын талқылау сабағы пайдалы болды деген үміттемін. Оқушылар міндетті түрде маған тіркеліп алыңыздар, себебі алдағы уақытта басқа да ТЖБ, БЖБ жауаптары шығатын болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Оқу жылының аяқталуымен сіздерді құттықтаймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.